Қымыз процесін қалыптастыруға қанша ақша кетеді? Негізі биені доильный аппаратпен сауу үшін ең қажетті зат ол дұрыс раскол. Біз 10 секциялық раскол жасадық, каждыйының ортасы жабылады задвижкамен. Сол расколға бізде сварканың жұмысымен қосқанда жалпы 2 миллиондай кетті. Екінші мәселе ол дұрыс күбі таңдау. Енді заводской күбілер көп сатылып жатқан, бірақ енді ондайларды алып көрдік. Олар қымыз пісуге жарамайды, жұқа тақтайлармен жасап, яғни қымыз құйсаң ішіне төгіле бастайды, әр жер аға бастайды. Сондықтан бізге дұрыс күбі жасайтын адамды іздестіру керек болды. Ондай адамды таптық. Алматыда Дәулет күбі деген бар екен. Ол кісі күбі жасаудың шебері екен. Яғни біз одан 2-50 литрлік күбі заказға бердік. Күбінің бағасы көлеміне және ағашына байланысты болды ода. Біз мысалға бір күбіні 50 литрлік қарағайдан заказ бердік, ол 50 мың теңгеге шықты. Екінші күбіні 50 литрлік қайыңнан заказ бердік, ол 58 мың теңгеге шықты. Сонымен қоса ода күбі пісетін аппарат және күбі ұстайтын пеш бар екен, ол өте қажетті зат. Сондықтан біз сол аппаратты да және пешті де заказ бердік. Екі күбі пісетін аппараттың құны 178 мың теңгеге шықты. Күбі ұстайтын пеш 35.500 теңгеге шықты. Мен қоса ода емен ағашынан жасалған күбі бар екен, оның бағасы енді қымбатырақ. Біз оны керек болса сосын заказ береміз деп өзімізге шештік. Доильный аппараттың құны тамам. Әзірше сода тоқтап отырмыз, ол 260 мың теңге. Яғни қымыз жасау процесін толыққанды құрастыруға бізде 2 миллион 581 мың теңге кетті.